Сәлем достар, бүгін сіздермен мынандай экстендион қарастырамыз. Бұл экстендион бойынша азот пен сутек әрекеттесіп, аммиак түзілген реакциядағы сұйықтықтың концентрациясын 2 есе азайтқанда реакцияның жылдамдығы қалай өзгеретінін табуымыз қажет. Жауаптарын көріп тұрсыздар. Ал енді шешуіне келетін болсақ, ол септің шешу бойынша сутегінің концентрациясымен 2 есе азайған, ал реакция теңдеуінің жылдамдығы мына формамен анықталады. Ары қарай не істейміз? Біз V штрихтың жылдамдығын табатын болсақ, 2 есе азайған кезде жылдамдықтың формуласы мына формула бойынша өзгереді. Яғни С концентрация азоттың концентрациясы, ал сутегінің 3 есе азайған концентрациясы 2 есе азайған концентрациясы мына формуланы анықталады. Олардың қатынасын алатын болсақ, көп тұрғындарымызда реакция теңдеуі бойынша формуламыз келді. Енді осыларды орнына қоятын болсақ, бұл жерден концентрациялар қысқарып кетеді. Тек қана мынау 2-ден 1 болғандықтан 2-ден 1-дің 3 дәрежесі ол 1 бөлінген 8 болады. Яғни реакцияның жылдамдығы 8 есе кемиді. С нұсқасы болады екен. С нұсқасын көріп тұрсыздар, 8 есе кемиді деген.